иә, Алматы уақыты бойынша, Астана уақыты бойынша дұрысырақ, иә, 14:00-ге дейін бітіруге тырысамыз. Алдағы болған тренингте мен оны тоже айттым. Егер де уақыт қалса, біз егер сұрақ жауап болмаса, барысында, иә, біз бір 20-30 минут қалдырамыз. Аяқ жаққа сіз өзіңіздің пікірлеріңізді және сұрақтарыңызды қоя аласыз. Бірақ та егер де барысы бойынша сондай сұрақтар болса, ол да болады барыс бойынша, иә. Егер ондай жағдайда біз уже где-то 2-ге дейін бітіруге тырысамыз. Жалпы осы материалдың өзін. Сонда екі тұрғыдан, иә. Екі тұрғында қолданамыз. Егер бірдеңке түсініксіз болған жағдайда сұрақ қойыңыздар. Және артынан да бір пікірін айтып сұрақ қоя аласыз, уақыт жетсе. Рахмет. Мынау мен туралы ақпар. Енді бұлай сырттан танитын шығарсыздар. Азаматтық форумда кездескен шығармыз. Мүмкін де, өйткені егер кім сол форумға делегат болды, немесе былтыр бізде 3-ші мәжіліс өтті, қоғам кеңестерінің 3-ші мәжіліс, сол жерде мен тоже спикер ретінде сөйледім. Содан кейін октябрьде болған нәрсе ғой, былтыр жылы Астанада. Сол қоғамдық кеңес мүшесімін, Алматы қаласының бизнес-тренерімін, КБТУ бизнес мектебінің профессорымын, өзі PhD-мін, жай анау көшеде жүрген бизнес-тренер емеспін. Кейбірлер қазір не десе бизнес-тренер деп өзін көрсетеді. Мен енді бизнес-тренер именно фундаменталды жағынан, яғни профессормын, доктор PhD-мін. Яғни бұл неде уже бір 2005-тен, сол 18 жылдай педагогикалық стажым бар, 7 жылдай тренерлік стажым бар, бәрі көрсетілген ішінен. Және қазір НПО-да Азаматтық альянсының төрағасымын. Және мына жерде іскерлік этика деген, стресс менеджмент, критическое мышление, конфликт менеджмент деген жақсы бір өзімнің бір нелім бар, курстарым, тренингтерім бар, оны әзірледім. Орыс тілде, қазақ тілде, даже ағылшын тілде беремін. 3 тілде бере алам осы тренингтерді. Так что егер десеңіздер, болашаққа сондай байланыс. Біз біріншіден жауапкершіліктен бастаймыз. Жалпы онда біз заңнамалық негіздерді, жалпы жауапкершілікті, спецификалық жауапкершілік бар, соны бәрін мен келтіруге тырысам. Содан кейін өкілеттігі болады. Өкілеттік болғанда жалпы уәкілетті орган туралы, әртүрлі деңгейде қоғамдық кеңестердің өкілдері туралы сөйлейміз. Ол енді заңнан үзінді ретінде алам. Құжат айналымы, өйткені құжат айналымы ол да өкілеттікке әсер етеді, тигізеді, иә. Және де міндеттер келетін болсақ, жалпы міндеттер туралы сөз етеміз, қойылатын талаптар туралы, және қорытындылай келе, жалпы қоғамдық кеңестің бір слайд болады, қоғамдық кеңестің азаматтық қоғамдағы орны туралы жеткізуге тырысамын. Так, қазір мына жерде мынау енді көрініп тұр ғой, иә, заңнамалық негіздер. Енді анық болу керек, түсінікті болу керек. Әрине, Конституциядан бастаймыз. Ата заңымыз Конституция. Бізде нормативтік актілер бар, яғни кәсіпкерлік кодекс бар, как раз сол қоғамдық кеңестің жұмысына әсер тигізетін. Гражданско-процессуальный кодекс деген бар, административный кодекс бар, тағы да. Өйткені олар енді өте сондай фундаменталды заң актілерінің жиынтықтары, сондықтан олар әрине біздің жұмысымызға, қоғамдық кеңестің қызметіне әсер етеді, ықпал етеді. Содан кейін әрине заңдар. Мына жерде заңдардан мен как раз сол
бізге қарасты, мен қоғамдық кеңестерге қарасты заңдарды көрсеттім. Ол мемлекеттік сатып алу туралы, өйткені қазір енді бюджет болсын, любой бір нәрсе бәрі сатып алулар арқылы өтеді, иә. Ал қоғамдық кеңеске оның функционалды жұмысына әрине керек етілетін мәселелер көп. Мемлекеттік қызмет туралы, өйткені мемлекеттік органдармен қарым-қатынасымыз тығыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңы әрине ол анық түсінікті. Не үшін көрсетілген? Мемлекеттік меншік туралы және ақпаратқа қол жеткізу туралы. Мынау ең басты заңдарымыз, және тағы басқа да заңдар бар, бірақ осы заңдар бізге жанамалай болса да, бірақ тікелей әсер етеді деп айтуға болады. Және де біздің нағыз сол негіздемелік бүкіл біздің жұмысымызға бастамашы болған қоғамдық кеңестер туралы Қазақстан Республикасының заңы 2 қараша 2015 жыл. Және де мына жерде тағы бірден мен көрсеттім. Ол не? Ол азаматтық қоғамды дамыту тұжырымдамасы. Яғни ол президенттің өкімі 2020 жыл. Неге соны қойдым негіз ретінде? Өйткені егер де мына жерде мен де оны көрсетем, заңнан алатын болсақ, қоғамдық кеңестер заңынан, мына жерде басты мақсатымыз азаматтық қоғамды жетілдіру ғой. Сондықтан азаматтық қоғамның институты ретінде азаматтық қоғам кең мағынадағы параметрді алатын болсақ, әрине осы азаматтық қоғамды дамыту концепциясы, тұжырымдамасы бізге әсер етеді біздің жұмысымызға. Өйткені 3/1 бөлігі негізінен әрбір кеңестің 3/1 бөлігі азаматтық қоғам белсенділерден құрылу керек. Оны білетін шығарсыңдар. Обязательно 3/1 бөлігі НПО-лардан болу керек, общественный организация фондтардан болу керек ішінде, қоғамдық кеңестің мүшелері арасында. Оны ескеру керек. Содан кейін сарапшылар бар. Сарапшылар көбінде сол НПО-лардан болады. Содан кейін қоғам белсенділері бар. Қоғамдық кеңеспен тікелей жұмыс істейтін және халықпен жұмыс істейтін. Оларды көбінесе НПО-лар. Сондықтан осы азаматтық қоғамды дамыту тұжырымдамасы да негізге алынады. Және ең соңғысы, ол енді подзаконный нормативный акт. Ол бұрынғы министрліктің, қазір енді жаңа қайта құрылды министрлік, бірақ бүкіл актілер еще заңды. Ол ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 26 ақпандағы бұйрығы. Басқашалай айтқанда, қоғамдық кеңес туралы үлгілік ереже. Ол үлгілік, өйткені әрбір қоғамдық кеңес құрылғаннан кейін, әрбір шақырылым жаңадан құрылғаннан кейін жаңа ереже қабылдану тиіс. Ол өзінің ережесі болады. Ол республика деңгейінде қоғамдық кеңестің, республикалық министрлік болсын, басқа да квази мемлекеттік секторының кәсіпорын болса, соның қоғамдық кеңестің ережесі болу керек, бөлек. Жергілікті қоғамдық кеңестің аудандық, облыстық, өңірлік, қалалық дегендей болу керек, яғни бекітілу керек. Мынау үлгілік қана. Бірақ бұған қарап, бұған тіреле біз өзіміздің қоғамдық кеңестердің ережелерін бекіте аламыз, қалыптастыра аламыз. Бірақ та мен сізге айтарым, әрбір шақырымда жаңадан бекіту керек. Мәселен, бірінші шақырым бітті, екінші шақырым басталды, выбор өтті, рабочий комиссия жұмыс істеді, жұмыс тобы бітті. Ол жобасын әзірледі, негізінен сол бірінші жиналыста ма, екінші жиналыста әйтеуір бір алдағы алғашқы бір 2-3 айдың есесінде сол ережесін, осы қоғамдық кеңестің ережесін, жаңа шақырымдағы қоғамдық кеңестің ережесін қалыптастырып, бір толықтыруларды енгізіп дегендей бұрынғысына бекіту керек. Бұл өте маңызды біреу үшін. Жалпы қоғамдық кеңес мүшелері заң бойынша біз автономды дербес органбыз. Сондықтан да егер де портретін алатын болсақ, біз қоғам атынан дербес түрде шешім қабылдай аламыз. Яғни, бұл өте маңызды, дербес түрде, ешқандай мемлекеттік органдардың несіне қарамастан, олар айту мүмкін, олар жазу мүмкін, олар ұсыну мүмкін. Бірақ егер де олардың ұсыныстары жазғаны
реальный мәселелермен дейміз ғой енді, қарама қайшы келсе, және ол азаматтық қоғам болсын, жұртшылық болсын, халық болсын, солардан шыға алмаса, яғни оларға тірелмесе, олардың мұқтажына, проблемаларына сіз оны қабылдамайсыз. Сіз олаған жаңа баламалы шешім қабылдайсыз. Яғни біріншіден біздің объектіміз ол халық, жұртшылық, солардың мәселелері, солардың міндеттері. Ал содан кейін уже біз кішкене бітістіріп, кішкене дәнекер етіп, ретінде анау мемлекеттік органдарында мәселелер бар, әрине, көмектесу керек мемлекеттік органдар. Олардың да көп проблемалары, бірақ ол екінші тұрғын. Так что автономды дербес түрдегі орган ретінде мүшелер де дербес түрде шешім қабылдау керек. Екіншісі, мемлекеттік органдардан тәуелсіз тұрғыдан жұмыс атқарады. Оны мен айттым негізінен, бірақ та мұнда қосарым, бізде енді қоғамдық бақылаудың нысандары бар, соны үнемі жүргізу керек. Өйткені сол жағдайда ғана сіз осындай тәуелсіз тұрғыннан істей аласыз. Жай отырып, бірнеге әңгімелесіп, дауласып, ешқандай жақсы бір топтамға келмейміз нәтижесінде. Тек қана нысандарды қолдана тұра, қоғамдық мониторинг, қоғамдық тыңдаулар, қоғамдық сараптама, мемлекеттік органдардың жұмысы нәтижесіндегі есептерді таңдау деген біздің нысанымызды келтірмесек, оларды көздеп дегендей іске айналымға енбесек, ешқандай жұмыс болмайды, ол бәрі жұмыс тұрады. Және осы жағдайда ғана сіздер тәуелсіз тұрғыдан жұмыс атқара аласыз. Осы бақылаудың нысандарын пайдалана тұра. Келесі, заңға сүйену керек, шектен тыс шықпау керек, ешқандай не болмау керек. Өйткені қазір екінші бір крайность дейміз ғой, шегі бар. Бір жағынан не вообще жұмыс істемейтін, жай ғана бір айда кездесіп, әңгімелесіп, кетіп келіп дегендей қоғамдық кеңестер. А екінші тұрғыдан, ойбай дегендей, ана жерде оппозиция кірді, анау кірді, мынау кірді, немесе оппозиция түгіл, бізде анау блогерлер бар. Ой, мықты деген журналистер, блогерлер, өзінді ғана реклама жасайтын кісілер, да? Резонансты іздейтін кісілер. Даже резонанс жоқ жерде резонансты табатын кісілер көп бізде ондай, да? Айтқыштар. Вот солар бастайды, жарнама өзіне жасайды. Оларды керек жоқ. Өйткені олар заңға сүйенбеу мүмкін. Олар заңды ұмыту мүмкін. Өздерінің мүдделерін ала қою мүмкін. Оларға шек қою керек. Ондайларға шек қойып арылту керек. Қоғамдық кеңесінен арылту керек, өйткені ол ешқандай жақсы бір жұмыс нәтижесіне болмайды ондай кісілерден. Егер де қоғамдық кеңеске барса, ең алғашқы топқа қоғамдық ортақ мүдделерді қою керек. Ал содан кейін артынан өзінің мүдделерін қою керек. Оны ескермейді бұл кісілер, блогерлер, басқа да лидер общественного мнения дейміз. Так что мына жерде екінші крайность. Соны ескеру керек. Төртіншіден, мына жерде тұрғындар немесе үкіметтік емес ұйымдар көтерген мәселелерді қарастырып, өз атынан ұсынымдарды беру керек. Неліктен? Қоғамдық кеңес енді ары кетсе 25 адам, 26 адам. Жарайды, Алматыда 39 адам. Бірақ барлығы жұмыс істейтін деп айта алмаймыз. Баласы бар ішінде. Өздеріңізге ол жақсы түсінікті нәрсе, кемінде 3-тен 1 бөлігі баласы. Яғни, просто анда-санда келеді, заседанияға келіп кетеді. Вот такой баласы, 3-тен 1 бөлігі. Мәселен, 26 болса, 3-тен 1 бөлігі уже где-то қаншаны же? 7 адам. 7-8 адам уже баласы, да, все, команда емес. Команда болу үшін, значит, 17-18 адамға ғана тірелесіз. Ол облыс жүзінде, облыста 500 мың адам, 600 мың адам, 1 миллион, 2 миллион халқы бар облыстар бар. Қала бізде 2,5 миллион Алматыда вообще. Да? И, конечно, біз барлық нәрсені араласа алмаймыз қоғамдық кеңестер. Ондай мақсат та жоқ. Бірақ бізге көмектесетін тұрғындардың өздері, олардың шағымдары. Үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері бізге де шағымданады олар. Айтады, осындай микрорайонда газ құбырымен проблема бар. Көмектесіңдер, келіңіздер, бақылау жүргізіңіздер. Қоғамдық кеңес қайдасыз деп. Үкіметтік емес ұйымдардың осындағы
рөлдің маңызы өте жоғары. Оларды қайтсе қоғамдық кеңеске тарту керек. Мүше ретінде ең сондай белсенділерін немесе сарапшыны оларды тарту керек. Бізде бөлек бір семинар болады, мен де жүргіземін, бірақ меніңше қазақ па, орыс тілде ма, екі тілде жүргіземін, орысша и қазақша. Сарапшыларды тарту мәселеде. Қалай тартуға болады? Сонда мен как раз біздің Алматы қалалық қоғамдық кеңесінің және өзімнің істелінген тәжірибем бойынша қалай сарапшылармен жұмыс керек екендігін соны мен жеткіземін сіздерге. Қазір оған тоқтамаймыз, өйткені біздің тақырыбымыз басқа, бірақ просто сізге құлағыңызға алтын сырға дегендей осындай шараларды жүргізу керек. Тұрғындармен, үкіметтік емес ұйымдармен өте тығыз байланыста болу керек. Мынау енді заңнан алынған нәрсе. Ол 4-ші бап, біздің негізгі заңымыз, қоғамдық кеңестер туралы заңымыз. Кандидаттар, тәуелсіздік, мүшелердің қоғамдық негіздегі қызметі, қоғамдық қызметі, ол основной қызмет емес, ақша алмайтын қызмет. Ол қоғамдық қызмет. Ол нақты заңда көрсетілді. Автономдық, дербестік, жариялық. Енді алғашқы төртеуі түсінікті шығар. Мынау жариялық. Гласность дейді ғой оның орысшасы, иә? Жариялық. Жариялық ол не? Ол сіз хабардар болу керек. Сіз және сіздің жұмысыңыз туралы халық, мемлекеттік органдар, азаматтық қоғам ендеше хабардар болу керек. Яғни әлеуметтік желілерде үнемі пост жасап, бәрін келтіру керек. Ол тегін. Бұқаралық ақпарат құралдарына барсаңыздар, ол әр жерде тегін емес, төлеу керек. Сондықтан тегін құралдарын, коммуникация каналдарын, арналарын пайдалану керек. Ол әрине әлеуметтік желілер, яғни ол Facebook пен Instagram негізінен TikTok, YouTube кішкене басқаша, иә. Мынау жариялық принципі, қағидаты обязательно міндетті түрде орындалу керек сіздің тарапыңыздан, қоғамдық кеңестің мүшелері ретінде. Бұл өте маңызды. Келесі. Жауапкершілік қой бізде. Сонда қоғамдық кеңестің мүшелері келесіге жауапты деп мен мына жерге келтірдім. Негізінен мынау заңға әрине тірелетін нәрсе, бірақ көп жағдайда өзімнің қоғамдық кеңес мүшесінің опытынан, бизнес-тренер ретінде опытынан осыны мен, бірақ ол дәл келетін дәл нәрселер ғой енді жауапкершілікке. Уақытылы түрде қоғамдық кеңес немесе комиссияның шеңберінде жұмыс жоспарын бекіту. Өйткені жоспар болмаса, қандай жұмыс болады? Жоспар жариялы түрде жариялау керек. Яғни жария түрде барлыққа, халыққа болсын, басқа да неге ол доступны болу керек. Яғни не қоғамдық кеңестің өзінің әлеуметтік желісінде, не сайтында жоспар бекітілу керек және ұсынылу керек. Сол неде публикация болу керек. Прямо комиссияның жоспары. Не обязательно только қоғамдық кеңестің жоспары. Комиссияның жоспары да болу керек ол жерде. Уақытылы түрде өз есебін тапсыру. Ол меніңше міндет қой. Мынау да, кстати, міндеттер. Бірақ бір жағынан ол міндет, екінші жағынан ол жауапкершілік. Өйткені жауапкершілікпен қарасақ, ол болады. Әгер жай ғана анау міндет тұрса, қағаз жүзінде ешкім оны істемейді. Өйткені қадағалау да керек. Яғни төралқа, хатшылық бұл мәселелерін қадағалау керек. Үнемі қадағалау керек. Қадағалау болмаса, ешбір қоғамдық кеңес мүшелері енді өз бастамасымен басқалар тапсырмайды есебін. Ол еріншектік емес, ол просто басқа жұмыстармен жүр ғой ол кісілер. Ол білмейді тапсыру екендігін. Оны жеткізу керек ол кісілерге. Хатшылық жеткізу керек. Төралқа, не төраға, немесе комиссияның төрағалары. Өз қызметі жөніндегі ақпарын әлеуметтік желілерге арқылы тарату. Оны мен айттым. Оны үнемі түрде, постоянно дейміз ғой, жариялау керек. Өйткені халық білу керек. Сіз не істейсіз? Сіз халықтың мүдделерін қорғайсыз. Содан шығасыз. Көп жағдайда бізде анау бірліктерде аудан болсын, қала болсын, облыс болсын, халықтың басым көпшілігі даже қоғамдық кеңестің
болғаны туралы білмейді ғой, шынымен айтатын болсақ. Неге білмейді? Өйткені ақпар жоқ қой. Ақпар әрине анау бұқаралық ақпарат беттерінде әрине ол өте қымбат қой. Әр күнде еститін нәрсе ғой, естілмейтін нәрсе. Сондықтан әлеуметтік желілер, мен басында айттым, ол өте сондай ұтымды жақ, тегін де, интернет болса, әйтеуір қазір барлығы сол әлеуметтік желілер жүр. Газет журналдарды оқымайды ғой ешкім уже. Жүзіндегі бәрі әлеуметтік желілерде содан новость, содан алады. Сондықтан онда егер де ол тек қана мына жерде өз жылдық есебін әлеуметтік желіде жариялау, ол анау қоғамдық кеңестің желісі емес, парақшасы болады әрине. Ол парақшасында тоже жариялауға болады, бірақ ол сіздің өзіңіздің парақшаңыз болу керек. Әрбір қоғамдық кеңестің мүшесінде өзінің бір парақшасы болу керек. Facebook болсын, не Instagramда болсын. Және ол жыл қазір бітеді ғой декабрьде. Декабрьде соны жариялау керек. Не жаңа жылда қалғанда бір 3-4 күнде, немесе кейін 3-4 күнде. Жаңа жылдың өзінде оны пост жасамайсыз. Там все друг друга поздравляют с Новым годом, 31-і. Вам им не до этого. 26-сы, 27-сі, 28-ші желтоқсан, немесе 3-і, 4-і, 5-і, 6-шы қаңтарда өзіңіздің желілеріңізге салып, жақсылап, тұрып, жазып. Ол енді Facebook'та болатын шығар, өйткені Instagram ол қысқа ғой. Facebook'та как раз қамтиды ондай бір беттік көлемде текстін, мәтін жариялаңыз. Ол заң жүзіндегі нәрсе. Вот смотрите, егер де 26 мүше болса, 25-26-ау. 25-26-ауында өзінің әлеуметтік парақшасы бар. Егер әрбір парақшасында осындай қоғамдық кеңес туралы мәлімет шықса, сол есебінің негізінде халық біле береді. Өйткені бір ғана парақша, ресми парақша әлеуметтік қоғамдық кеңестің. Әрине ол көбісі келмейді, подписчики емес, там білмейді. А егер 26-ау болса, уже мүлдем басқа, жағдай өзгереді, уже халық біле береді. Я, бізде қоғамдық кеңес бар екен, ол осындай не істер жазып жатыр, жақсы игі істер қоғам үшін, халық үшін дегендей. Сондықтан бұны ескеріңіздер. Жарайды ма? Келесі, мемлекеттік органдар немесе квазимемлекеттік сектор өкілдерінен ақпарат пен құжаттарын талап ету. Мұнда тоже бізде бір әлсіздік бар. Енді барлықтарыңызда емес, бірақ кейбір қоғамдық кеңестерде сондай әлсіздік бар. Ой, қорқынышты, ой, не қыламыз дегенде жоқ, оны прямо жүйелі түрде талап етілу керек. Ол сіздің жұмысыңыз. Сіздің басты жұмысыңыз, басты мақсатыңыз сол қоғамдық бақылаудың барлық 4 нысанын қолдану. Бұл соған кіреді талап ету мәселелері. Квазимемлекеттік сектордан тоже сұрайсыз. Вот субъекты предпринимательства там уже по желанию. Олар беру мүмкін, бермеу мүмкін. Бірақ заңда көрсетілген мемлекеттік органдар, подведомственный мемлекеттік органдар бар тоже бізде. Вот акционерное общество, где большинство за государством, ол да бар кіреді соған. И квази. Сол барлығы талап етіледі. Так что оған ешқандай не болмайды, ол бәр заң жүзінде талап етіңіздер. Олар міндетті түрде жауап беру керек. Әрине, сапалы түрде ма, сапасыз түрде ол басқа мәселе. Көп жағдайда отпискалар ғана береді олар, бірақ талап ету керек. Ол енді сіздің құзырыңыздағы нәрселер. Келесі, қоғамдық бақылаудың нысандарын үйлестіріп, жағдайына қарай іске қосу. Енді мен ол туралы айттым, 4 нысан бар, оны іске қосу керек. Бізде, кстати, ең сондай популярный дейміз ғой, нысанына байланысты тыңдаулар, мен мониторингке менше бөлек бір семинар болады, қазақ тілде и орыс тілде. Мен жүргізем, ода уже сол кезде біз нақтылап, тереңдетіп айтамыз ол туралы. Қазір емес, қазірге енді біздің тақырыбымыз кішкене басқа. Бытовое насилие бар, буллинг деген бар, білесіңдер ол туралы. Ол да резонанс қой енді. Ну, то как не мы дейміз ғой орыс тілде айтқанда. Біз араласуымыз керекпіз. Қоғамдық белсенділер ол біздер. Ең сондай айқын бір азаматтық қоғамның институты ол қоғамдық кеңес. Тек қана қоғамдық кеңесте жеке заң бар. Тек қана оған байланысты. Өйткені анау НКО ол басқа, некоммерческий организация, ол бәрі кіре береді. Религия да кіреді оған. Анау қызметшілерде ол басқа
мына жерде тікелей бір органға, институтқа байланысты жеке 2015 жылы заң шығарылды. 2016 жылдан уже шақырымдар шақырыла бастады. Уже қазір Алматы қаласында мәселен бізде 3-ші шақырым. Кей жерлерде 2-ші шақырым. Республикалық ведомстволарда 2-ші шақырым бар. Олар кішкене кейінірек қалыптасты, қоғамдық кеңестер, министрліктердің. Так что уже біраз енді 7-5 кемінде 5 жыл жұмыс істейтін жаңа өңірлерді есепке алмағанда, жаңадан құрылған былтыр өңірлерді есепке алмағанда, басқалары бір кемінде 5 жыл жұмыс істейді уже қоғамдық кеңестер. Мемлекеттік қызметшілер бәрін біледі, ол сіз туралы біледі. Бірақ резонанс болған жағдайда араласу керек. Ол міндетті деп айта алмаймын, бірақ оны жасау керек. Өйткені ол біздің ісіміздегі, қолымыздағы іс қой енді. Өз өңірдегі ахуалдың шектен тыс шықпауына жауапты болу. Ол енді тек қана қоғамдық кеңестің жауапкершілігі емес, мүшесі ретінде. Ол біздің азамат, Қазақстан Республикасының азаматы ретіндегі борышымыз деп айтуға болады. Қаңтар оқиғасы, Алматыда не болған бүлдіргені. Әрине, ол тыс шықты, шектен тыс шықты. Оған енді превенция жасау керек, болдырмау керек, алдын алу керек осындай мәселелерін. Яғни, әлеуметтік дағдарыс болса, бір сондай болады ғой, сондай мәселелер. Соның шектен тыс шықпауына сіз араласуыңыз керексіз. Оған сізге заң жүзінде оған жауапкершілігіңіз бар. Ол сол баяғы 4 нысана, қоғамдық бақылаудың 4 нысанының негізінде сіз оған араласа аласыз. Содан кейін тұрмыстық деңгейдегі тұрғындар арасында дау-жанжалдарды әрекет жасау. Әрине, бұл өте маңызды мәселе, өйткені дау-жанжалдар, конфликт қой олында. Ол көп қазір. Ана жерде екі оси мен КСК арасында, немесе біреу КСК-ны құрайын деп жатыр, екіншісі оси қалаларда, там шаруашылық бар, олардың межевая бір линия, ол көп қой енді дау-жанжал. Ауылдық жерлерде, қалалық жерлерде, республика көлеміндегі ведомстволарда бар ондай. Әсіресе жергілікті қоғамдық кеңестер онымен шұғылданады. Сондықтан бітістіруге әрекет жасау. Сіз оны бітістіре алмайсыз, бірақ сіздің әрекетіңіз болу керек оған. Осы ең бастысы. Мемлекеттік органдар мен халық арасындағы өзара түсінісуіне араласу. Ол енді мен басында айттым, мемлекеттік орган мен қоғам арасындағы біздің көпір деген дәнекерлік рөліміз бар. Судан шығатын мәселе, әртүрлі мәселелеріне дербес ұстанымда болу. Мынау да өте маңызды. Өйткені қазір қаншама блогерлер бар. Мен алдағы семинарда оны айтам. Коммуникация, бізде коммуникацияға байланысты семинарлар болады. Тиімді коммуникация бойынша. Бірақ дербес ұстанымда болу ол шарт. Өйткені қоғамдық кеңестердің дербес автономды статусы бар. Ол бір дербес заңы бар. Яғни ол НПО емес, мемлекеттік орган емес, ол квазимемлекеттік сектор емес. Яғни біздің өзіндік ұстанымымыз болуымыз керек. Басқаларға ілеспей деген. Так что мынаны ескеруіңіз керексіз. Келесі, мынау енді заңнан алынған нәрсе. 3-ші бап, мен басында айттым, біздің қоғамдық кеңестеріміздің мақсаты азаматтық қоғамдық маңызды мәселелер бойынша пікірін білдіру және жетілдіру деген мәселе. Міндеттер бар мына жерде. Азамат қоғам мүдделерін білдіру, республикалық жергілікті деңгейлерде. Содан кейін мынау дәнекерлік рөлі дейміз ғой, жергілікті мемлекеттік басқару бар, квазимемлекеттік сектор, нелер бар, халық бар дегендей, атқарушы органдар бар, солардың арасында өзара әрекеттесуін арттыру деген мәселелері бар бізде. Содан кейін 3-ші жерде қоғамдық бақылаудың барлық көзделген 4 нысанын іске асыру мәселелері. Ең басты осы 3 міндет және жалпы мақсатымыз бар, заңнан алынған.
Енді уәкілетті органға келетін болсақ, бізде республика көлемінде министрлік бар, жергілікті органдар бар. Кей жағдайда әсіресе бюджет негізінде маслихат алады, егер жергілікті не болса, маслихаттың бюджеті, өйткені қоғамдық кеңес субъекті емес, правовой субъектісі жоқ қой қоғамдық кеңестерде, мы не юридические лица. Вот, жылына 3 жылда бір рет ұйымдастыруымыз бар, енді выбор деп айтуға болады, бірақ ол іріктеу комиссиясы негізінде, іріктеу жұмыс тобы, оны сіздер білесіңдер. Просто мына жерде енді өкілеттік болған соң мен оны келтірдім. Ең бастысы, мына жерде жұмыс тобының құрамына үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері кіру керек. Конкурстық негізде бұл өте маңызды, тек қана квази немесе мемлекеттік өкілдер емес, НПО-ларда болу керек. Содан кейін маслихаттың төрағасы бәрін қалыптастырады, бірақ тек қана жұмыс тобы шеңберінде. Бізде жұмыс тобы біткеннен кейін, жұмыс біткеннен кейін уже оның барлығы қоғамдық кеңестің қолына беріледі, және егер де ана жерде ротация болса, жаңадан бір қосылса, ол резервтен алынады, және ол маслихаттың төрағасы. Бастысы орган ол отырыс, қоғамдық кеңестің отырысы шешеді. Оны ескеріңіздер. Мына жерде мен бірінші параграфты алдым, екінші тараудың осы үлгілік ереже, 2021 жылы қабылданған үлгілік ережеде жұмыс тобының мүшелерінің жалпы санының 2/3-ін осы азаматтық қоғамның өкілдері құру керек. Ол тек қана үкіметтік емес органдар емес, сонымен қатар азаматтық белсенділер де болу керек. Сонан кейін тағы бір ерекшелігі, ол байқаушылар болу керек. Как бы вот выбор болады ғой, парламентке, мәслихатқа байқаушылар бар ғой сол жерде. Мына жерде байқаушылар бар, заң жүзінде. Яғни ол екі нұсқада жүзеге асады. Біріншісі ол жұмыс тобының отырысына байқаушы ретінде қатыса алады. Және де содан кейін қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының мүшелерін іріктеу бойынша конкурсқа байқаушы ретінде қатыса алады. Ал үміткерлікті қалай белгілеу керек? Жай ғана маслихатқа өтінішті жолдау арқылы, қолма-қол болсын, немесе электрондық пошта арқылы. Ол енді барлық коммуникация каналдары белгіленген. Мынау енді қорытындысы міндетті түрде бақ беттерінде және әлеуметтік желілерде қорытындысы жариялану керек, резервтік тізім қалыптасу керек, бірақ та резервтік тізім қоғамдық кеңес жалпы мүшелер санынан аспау керек. Мәселен, егер де сіздің құрамыңызда 20 ғана мүше болса, ереже бойынша, мәселен, жергілікті түрдегі, жергілікті атқару органдарда, қоғамдық кеңестер, сонда сіз резервтік тізімге 20-сын ғана келтіресіз. Және осы 3 жылдың кезінде сіздер, егер біреу бір жағдаймен шығып қалса, мүшеліктен, сол резерв тізімінен ғана аласыз адамдар. Соған іріктеп, выбор ретінде, әрине отырыста басым көпшілік оған дауыс беру керек сол кісіге, және сол кісі басым көпшілігінен хаттамаға кіргізу керек. Егер өтсе, уже сол қоғамдық кеңестің мүшесі ретінде бола алады. Бірақ та тек қана өкілеттіктері қалған мерзіміне сайланады. Егер уже 2 жыл өтсе, анау ротация болса, сол кісілер 1 жылға ғана сайланады. Содан кейін өкілеттіктері тоқталады. Мынау тоқтатылу мәселелері, енді алғашқылары ол түсінікті, қайтыс болғанда сот мәселесі, басқа әкімшілік бірлікке ауысқанда, переезд мәселесі, ол енді түсінікті. Қабілетсіз, қабілеттілігі шектеулі. Бірақ та мына жерде тағы бір не бар. 5-шісі, қоғамдық кеңестің отырыстарына дәлелсіз себептермен 1 жыл ішінде 3 реттен артық қатыспағандар. Бірақ мына жерде тек қана қоғамдық кеңестің отырыстары емес, мына жерде қоғамдық кеңестің комиссияларының отырыстары да кіреді. Егер даже комиссияның отырыстарына келмесе, уже сіздерде сондай себеп болуы мүмкін, туындалуы мүмкін. Бірақ әрине қазір көп жағдайда сыни көзқараспен қарап жатыр осы заңға, бұл толықтыруларды енгізу мәселелері де бар.
инициативалар, что тағы бір құралдарды кіргізу керек, а то олар 3 рет келеді, а басқа уақытта жұмыс атқармайды. Ондай да бар әрине. Оны ескеріледі, меніңше осы біздің Қазақстанның азаматтық альянсы, басқаратын президентіміз Бану Ганина Нургазиева, оның командасы, біздер тоже бар ішінде. Біз ондай ұсыныстарды жасаймыз, келтіреміз. Келер жылы, тем более бізде, Құдай қаласа, сол біздің 4-ші мәжілісіміз өтеді. Бүкіл қоғамдық кеңестердің мүшелерінің слеті болады сол Астанада. Министрлік болады, әкімшілік болады, президент әкімшілігі. Сонда біз уже депутаттар да болады. Оған дейін или сол кезде ұсыныстарды, толықтыруларды енгізе аламыз. Так что ол да енді өзгеруге болатын шарт, өзгеруге болатын. Бірақ енді оны қарастыру керек, нақтылап қарастыру керек. Бірақ қазіргі таңда ешқандай әлі де өзгеріс жоқ. Осы заң қалай қабылданды, сөйтіп бір жылда 3 рет қана. Егер сондай болса, себепсіз, онда сіз шығара аласыз. Басқа жағдайда сіздің ол құзырында сіздің ешқандай құралдарыңыз жоқ. Ол енді мен қазір бүгінде сол қоғамдық кеңестің төрағаларына айтатын мәселе. Енді коммерциялық емес ұйымдардың таралғаны, егер үкіметтік емес ұйымнан сайланса, ол таратылып кетсе, тоже ол шығу керек. Ол енді түсінікті. Басқа да мына жердегі нелер, өкілеттері меніңше түсінікті болу керек. Ол да осы заңнан алынған 15-ші бабы. Мынау енді өкілеттері жалпылама. Мына жерде айтарым, ең бастысы мынау екеуі. Мынау мен именно өзімді ретінде алдым мына жерде. Бірақ мағыналы түрде егер айтсақ, мынау жоспар деген. Жоспар ол біз егер де мынау қоғамдық кеңес жоспары туралы айтсақ, қазір мына жерде көбінде біз именно сол сіздің облыстың болсын, ауданның, қаланың даму стратегиялары туралы, яғни даму жоспарлары туралы. Генплан да бар ішінде. Оның барлығын жобаларын жария түрде қоғамдық тыңдаулар арқылы талқылау керек. Бұл өте маңызды, ол сіздің құзырыңыздағы нәрсе. Оны сіз өзіңізге бекітіп, егер де сондай өзгерістер болса, оны сіз осы құралды пайдаланасыз. Айтасыз, тыңдауларды жасайық, талқылау керек, жария түрде. Ол халықты шақырасыз, жұртшылықты шақырасыз, эксперттерді шақырасыз. Ол сіздің өзіңіздің құқығыңызда. Және екінші, ол орындалды. Орындалды ма, жоқ па? Сол стратегия, сол жоспар орындалды ма? Сонда талқылау керек. Оларды да қоғамдық тыңдаулар немесе қоғамдық мониторинг арқылы, осы бақылаудың нысаны арқылы сіз жүзеге асыра аласыз. Енді келесі ол әртүрлі индикаторлар бойынша бізде развитие, индикаторы развития, образование бар, медицина бар, сол есептерін тоже талқылау керек. Ол яғни мына жерде кейбіреулерде отделдер, кейбіреулерде управлениялар, кейбіреулерде департаменттер бар, например, управление соцблагосостояния, соцзанятости, білім беру басқармасы. Солар жылына кемінде 1 рет, а лучше 2 рет жарты жылдық есебін беру керек. 1 жылдық есебін сіздерге, сіздің алдарыңызға келіп, сол нысаны арқылы сіз білетіндей, 4-ші нысанымыз ол мемлекет органдардың қоғамдық кеңес алдындағы есептер. Соны пайдалана тұра, олар есептерін презентациялап, сіз оны талқылауыңызға сіздің құқығыңыз бар. Енді бюджетті корректировка, бюджетті первичное утверждение дейміз, қазір уже болады 3 жылға мәслихатқа дейін, ол да сіздің өкілетіңіздегі мәселе. Тура солай ол әртүрлі даму жоспарының мониторинг жасау, сол нәтижелерін шығару, ол да сіздің құзырыңызда, оны ескеріңіздер. Содан кейін әртүрлі нормативтік актілердің жобаларын әзірлеу, соларға сараптама беру, талқылауға салу, оны біріншісі, ол да сіздің құзырыңызда. Содан кейін әрине сіздің құзырыңызда ол қандай мәселелер? Ол әртүрлі
жетілдіру мәселесін, дамыту, мемлекеттік аппараттың дебюрократизация мәселесі, әртүрлі халық пен мемлекет арасындағы қарым-қатынастарды, қайшылықтарды шешу мәселелері, ол да барлығы сіздің құзырыңызда. Мынау енді республика деңгейде, кешіріңіздер, Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеуге болады, ережені бекіту керек, нысандарын жүзеге асыру керек, ол туралы мен айттым. Комиссиялар құру туралы оны сіздер білесіңдер, құрдым, сіздерде бар болу керек меніңше. Аудандық, даже аудандық қоғамдық кеңестерде комиссиялар болу керек, кемінде 3 комиссия болу керек негізінде. 4-5-6 комиссия болса, тіптен де жақсы. Содан кейін осы экономикалық және индустриялық аймақ туралы заңына сәйкес индустриялық аймақты құру туралы шешімнің жобасын қарау, ол да сіздің құзырыңызда. Ол бұрын тек қана мәслихаттың құзырында болған, қазір қоғамдық кеңестің құзырында ол мәселе. Оны да байқаңыздар мәселелерін. Әртүрлі мәселелерде ақпарат таратпау, құпиялар туралы, ол енді білесіңдер, ол ешқандай не жоқ. Бұл тек қана бізге қарасты емес, ол мәслихат депутаттарына және де мемлекет қызметшілеріне де қарасты. Бұл енді сондай өкілеттік бар. Егер квазимемлекеттік сектордан болса, менше қазір жоқ, арамызда жоқ сондай кісілер қазір, бірақ олардың бөлек өкілеттіктері бар. Өйткені олар ұлттық басқарушы холдингінің тарапынан сонда құрылған, самұрық қазына сияқты, соның қоғамдық кеңестері, ол енді ол басқа, олардың кішкене несі тәртібі де басқа, мына жерде олардың да нелері көрсетілген. Содан кейін бір айтарым, бізде қоғамдық кеңестер тек қана ауданмен шектеледі, бірақ та іс жүзінде бізде қоғамдық кеңестің функцияларын анау кент болсын, сельский округ болсын, жергілікті қоғамдастық жиналыстары өткізеді. Яғни олардың қарарнамасында барлық осы заңда көрсетілген және қосымша нәтижесі көп тұрсыз Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңына сәйкес және осы заңына сәйкес, қоғамдық кеңес заңына сәйкес, олар тоже жұмыс атқарады. Олар практически в роли общественного совета, бірақ өзінің жергілікті осы ауылда болсын, кентте болсын, округта жұмыс атқарады. Осы ерекшеліктер бар. Ол да осы заңның 5-1-6 баптарынан алынған. Енді құжат айналымына келетін болсақ, құжат айналымы негізінен бізде басты іс-қағаздар, ол қоғамдық кеңес туралы ережесі, ол туралы мен айттым, жылдық жоспары, жылдық есебі. Ережесі бір мәрте әзірленеді, тек қана түзетулер енгізіледі, ол туралы мен айттым, ашық дауыспен отырыстарда бекітіледі, басым көпшілікпен, дауыстардың басым көпшілікпен. Жылдың басында жылдық жоспарын әзірлеу тиіс, қазірдің өзінде уже пікірталас болу керек, уже бір сондай пікір алмасу деуге болады, яғни уже ноябрь-декабрь айларында сіз уже әзірлеуіңізге жобасын қарастыруыңыз керексіз қоғамдық кеңестерде. Уже қаңтарда ең бірінші отырысында сіз оны бекітесіз. Соның негізінде бір жыл жұмыс істейсіз, бірақ түзетулер енгізуге болады. Әсіресе бір жарты жылдық өткеннен кейін июнь-июль айларында жоспарға түзетулерді енгізуге болады. Сондықтан біздің мәселен Алматы қаласының Алматы қалалық қоғамдық кеңесте біз жарты жылдық жоспарларды бекітеміз. Бір жылдық және жарты жылдық. Сонда жарты жыл өткеннен кейін келесі екінші жарты жылдықта біз уже корректировканы жасай аламыз. Осындай біздің құқығымыз бар. Әрине есеп ол тура сондай, бірақ жылдың соңына қарай және бір жарты жылдық аяқталғаннан кейін бір ай бұрын мамырда уже сондай жарты жылдық немесе ноябрь-декабрлерде бір жылдық есептер тыңдалу тиіс. Ол да біздің басты іс-қағаздардың бірі деп айтуға болады. Содан кейін ағымдағы әр жылдың 25 желтоқсанынан кейін біз үкіметке баяндамасын енгіземіз. Құзыретті уәкілетті орган бізден оны алады.
ұлттық баяндаманы дайындайды, содан кейін президенттің қолына да ол жетеді. Сондықтан оған да өте сондай немен жауапкершілікпен қарау керек, және осы сондай запрос келсе белгілі түрде былайша ешқандай жалған ақпаратын бермей дегендей, дәл қандай не болғанын бәрін беру керек мемлекеттік орталық органдар. Содан кейін әрине әрбір отырыстың күн тәртібі мен хаттамасы болу шарт, ол хатшының жауапкершілігінде. Комиссия немесе комитеттерде, кейбір қоғамдық кеңестерде комитеттер бар. Комиссия не комитеттерде күн тәртібі мен хаттамасы бөлек болу керек. Комиссия комитет төрағалары өз жоспарларын әзірлеп, оның негізінде төралқа немесе жалпы отырысында соның алдында есеп беру тиіс. Яғни тек қана председатель емес қоғамдық кеңестің төрағасы, бірақ комиссия комитет төрағалары да есеп беру тиіс. Оны да ескеріңіздер. Енді тағы да қандай құзырлы мәселелер бар, мына жерде көрсетілген, құзыретіне қарай қоғамдық кеңестер жергілікті мемлекеттік органдардың өкімдеріне және оларға толықтырулар мен түзетулерге сараптама қорытындысын береді. Ол туралы мен айттым. Любой бір толықтырулар мен түзетулерге біз сараптама береміз. Егер де ондай сараптама болмаса, мәслихат бекітпейді. Өйткені мәслихаттың үкімі тек қана біздің қоғамдық кеңестің сараптамасы негізінде өтеді. Оны да ескеріңіздер. Мемлекеттік органдардың есептерін тыңдаймыз, ол енді түсінікті. Және де жалпы осы біздің бүкіл органдармен біз коммуникация жасауымыз керек. Яғни мемлекеттік болсын, квазимемлекеттік, үкіметтік емес, бизнес, шетелдік органдарда жазу мүмкін. Соларға бәріне жауап беруімізге тиіспіз. 10 күннің ішінде жауап беру керек. Кей жағдайда бір айдың ішінде, енді несіне қарай, бірақ ол міндет өкілеттік ретінде сондай не бар бізде. Бірақ та құжат айналымында бізде тек қана осы ресми құжаттар емес, онымен қатар жергілікті халықпен қарым-қатынас мәселесі де қарастырылған. Егер оны алатын болсақ, мұнда кішкене біздің неміз басқашалау. Яғни шағымдар бар, арыз хаттар бар. Оларды қабылдау керек. Бүкіл халықтан келген жолдауларын қабылдау керек. Ол міндет. Оны хатшылық қабылдайды. Содан кейін не төраға, не хатшының өзі әрбір комиссияның профиліне қарай үлестіреді бұл хаттарды жауапты дайындау үшін. Комиссияның төрағасы керек десе делегирование дейміз ғой, сол комитетке, немесе сарапшыға, немесе негізінен ол сол комиссияның мүшесі, қоғамдық кеңестің мүшесіне тапсырма береді, яғни жауапты дайындау үшін. Содан кейін хат жолдаулар, ол тек қана қолма-қол, ресми түрде жазылған хат жолдаулар емес. Ол әлеуметтік желідегі мессенджер хаттар деп болу. Тег дейміз ғой, егер олар бірдеңе жазды, потом тег жасады, тегнули, да, қоғамдық кеңес. Уже, значит, қоғамдық кеңес должен отвечать. Но это в том случае, если егер де бұл арыз болса, жай комментарий болса, анау саясатқа байланысты бірдеңкені айтса, ол өзінің жеке пікірі сол кісінің. Егер арыздалса, конкретно бір проблема бойынша, и сізді тег жасап әлеуметтік желіге, оны міндетті түрде оған жауап беру керек. Ол как считается арыз хат ретінде есептелінеді. Мынау енді мен айттым, мынау бәрін. Жаттығу бар бізде. Қазір біз міндеттерге көшеміз. Соңғы біздің тарауымыз ол міндеттер. Бірақ оған көшпес бұрын жаттығуын жасайық, құрметті әріптестер. Кішкене сізден кері байланысталып дегендей. Қоғамдық кеңес мүшелерінің міндеттерін айқындау тапсырмасы. Сіздің пікірінше, қоғамдық кеңес мүшелерінің қандай айқын міндеттері мен құқықтары бар? Міндеттерді анықтаңыз, қазір өзіңізге қағазға жазуға болады, содан кейін ауызша баяндап бересіз. Білмеймін енді, 10 минут берейін сізге. Жарайды ма? 10 минут берейін сізге. 10 минут сізге дайындыққа, осы тапсырманы істеуге мен сізге 10 минуттын берейін. Естіліп тұр ғой, я?
егер быстрее сделайте, 7 минуттың ішінде. Ол енді өздерін жұмыс атқаратын мәселелер ғой, енді міндеттер. Қандай міндеттеріңіз бар? Сіз оны білуіңіз керексіз. Все-таки портрет жасап жатырмыз ғой, біз қоғамдық кеңестің мүшесінің портретін. Ең басты өкілеттік туралы сөйледік, жауапкершілік туралы сөйледік. Енді мынау міндеттер туралы. Және міндеттерден маған сізден именно қазіргі таңдағы білуіңіз керек. Қаншалықты түрде сіз осы міндеттер туралы білесіз деген мәселе. Жарайды ма? Бір 7-10 минут берейін. Қолымды көтердіңіз, иә, Сенбай? Дұрыс қой? Да. Дайынсыз ба? Дайынмын. Я, пожалуйста. Қандай міндеттер алдына тұр? Құрметті, бүгінгі сізге рахметімізді айтамыз. Жақсы тапсырма беріп жатсыздар. Енді бірінші қоғамдық кеңестің мүшелерінің негізгі жауапты уақытылы қоғамдық кеңес комиссиясының шеңберінде жұмыс жоспарын бекітуге тиісті. Уақытылы түрде өз есебін тапсыру керек. Өз қызметі жөніндегі ақпарын әлеуметтік желілер арқылы жаңағыда мына баспасөзден басқа жариялап отыру керек. Әлеуметтік желіде, Фейсбукта, Инстаграмда өз қызметі жөніндегі ақпаратын сонымен бірге өз жылдық есебін әлеуметтік желіде жариялау, және сонымен бірге халықпен кездесу, ол жергілікті жердің халықтың мұқтаждарын ескеріп отыруға тиісті деп есептеймін. Мен де осы қоғамдық кеңестің мүшесіміз, және біздің әрбір ауданда орындалып жатқан бюджеттік бағдарламаларға тікелей араласып, олардың халыққа тиімді бағдарламалар қабылдауына өз ықпалыңды тигізіп, егер кемшіліктер болатын болса, оған өзіңнің ұсыныстарыңызды айтып отырамыз. Және оны бекіткенше өзіміздің жаңағы бұлай айтқанда өзіміздің жаңағыдай не келісетін, не келіспейтіндігіміз туралы мынау кез келген бағдарламаға, бюджеттік бағдарламаға шығын шығады. Соның барлығына тікелей қоғамдық кеңес мүшелері араласып отырады. Сонымен бірге қоғамдық кеңес мүшелері сайлау рәсімдерін жүргізеді. Қоғамдық кеңесте кандидаттардың резервтік тізімдерін күні бұрын қалыптастырады. Қоғамдық кеңес туралы ереженің жобасын әзірлейді. Қоғамдық кеңестің жаңа мүшелері өкілеттігін тоқтатқанда, Қазақстан қоғамдық кеңес мүшелері өкілеттіктерінің қалған мерзіміне сайланатыны жөнінде сіз айтып кеттіңіз. Сонымен бірге жаңа бюджеттік бағдарламалар туралы айттым ғой. Сонымен бірге қоғамдық кеңес туралы үлгілік ереже, мынау құқықтық актілер туралы Қазақстан Республикасының заңдарын басшылыққа алады. Әрбір ауданда болып жатқан әртүрлі келеңсіз жағдайларға тікелей араласып, мынау қоғамның жергілікті жердің жаңадай өткендегі қаңтар оқиғасы сияқты болмау үшін халықтың мұқтаждарын жаңағы жергілікті атқарушы органдарға жеткізіп, соны шешуге тырысады. Осындай міндеттері бар деп есептеймін. Жақсы айттыңыз. Кейбір нелер материалдан алдыңыз, ол дұрыс. Есенбай, сіз өңірден боласыз? Өңіріңіз қандай? Мен Атырау облысы Қызылқоға ауданы, соның қоғамдық кеңестің мүшесімін. Өзім қорғаныс саласының зейнеткерімін. Запастағы майор, және аудандық мәслихаттың депутатымын сонымен бірге. Жақсы. Мен бірінші рет қатысып отырмын. Сіздерден бір өтінішім, мына сіздің өте жақсы баяндама жасадыңыз. Қоғамдық кеңестің бүкіл міндеттері туралы барлығын жақсы ұғынықты айтып бердіңіз. Бұның жаңағыдай көшірмесін жібересіз бе?
Иә, түсіндім. Кішкене сізге. Мен несін берем, анау альянс, гражданский альянс Қазақстанға жіберем, содан кейін содан сізге береді, жарайды ма? Иә, мен мұны WhatsApp-ма жіберем, әлде қайда жібереді? Оны қалай аламыз? Сіздің мына бүгінгі өткізген жаңағы осы жиыныңызды. Есенбай аға, қазір айтам. Анау Қазақстан азаматтық альянсы бар ғой, осы ұйымдастыратын. Соларға берем мен. Олар сізге жібереді. Өйткені қазір тағы бізде 2 семинар қалды осы тема бойынша. Басқа кісілер кіреді ғой, сіздер емес уже. Соларын біз өткізіп, содан кейін уже бірақ береміз. Жарайды ма? Жақсы, түсінікті. Жақсы, сізге де рахмет. Сондай жақсы бір жан-жақты айттыңыз ғой енді. Басқа кісілер, басқа өңірден болса, немесе республикалық деңгейдегі қоғамдық кеңестің мүшелері меніңше осында жоқ шығар енді. Мүмкін бар болса, солар өзінің, өйткені республикалық ведомстволары кішкене несі басқа, тірлігі басқа ана жерде. Бірақ та егер де салыстыратын болсақ, салыстырмалы түрде жергілікті органдармен, жергілікті қоғамдық кеңестің мәселесі әлде қайда кең, көп. Өйткені халықпен тығыз байланыстамыз, көп қой мәселе ана жерде. Үкіметтік емес. Ал енді агентстволар, министрліктердің құзырындағы, жанындағы нелер, қоғамдық кеңестер, ол тек қана бір отрасль бойынша жұмыс істейді ғой. Бірақ республика деңгейінде кішкене сондай айырмашылығы бар. Жақсы, жарайды. Басқа айтатын кісілер бар ма? Сіздің енді камераларыңыз бәрі өшіріліп тұр. Мен енді үміттенем, что сіз мені тыңдап отырсыз. Өйткені кей жағдайда мен білмей қалам. Сіз компьютердің қасындасыз ба, әлде өз жұмысымен кеттіңіз ба деген мәселе. Өйткені ол маңызды ақпарат қой енді. Тем более сіздер үшін тегін жақсы бір семинарлар. Бізде тағы да жақсы семинарлар өтеді. Мен айттым ғой, қоғамдық бақылауға байланысты сізге жүргізем, эмоционалды интеллектке байланысты жүргізем, коммуникацияларға осы алдағы бір жарым айдың ішінде сіздермен бірге болам ғой енді, жүрем қасыңызда дегендей, онлайн, бірақ онлайн. Бірақ бәрібір бүгінгі семинардың енді жаттығусы кім? Бауыржан Илимчевичсіз ба? Иә, Бауыржан Илимчевич, иә, саламатсыз. Ана жерде орысша жазылған, просто бір баршаңызға сәлем бердік. Қалайсыздар? Керемет айтып жатырсыз, бәрін тыңдап отырмыз. Жақсы, көкейдегі жүрген сұрақтардың көбісіне сұрақ алып жауап отырмыз. Мен Шымкент қаласының қоғамдық кеңесінің төрағасымын. Білеміз, танимыз дағы. Бір мәселе, мынау жаңа айттыңыз ғой, 3 реттен артық қатыспағанды себепсіз жаңа қоғамдық кеңесте шығарылады. Бірақ сол себепсіз деген нәрсені анықталмағанда бүгінгі таңда осы бойынша көп ой талас болып жатыр да. Мысалға, ол іс-сапардамын дейді. Енді ол қоғамдық негізде болғаннан кейін ол бір коммерциялық ұйымның болмаса бір бірлестіктің жұмысы бойынша кетіп қалады. Олардың енді көбінесе біздің отырыспен олардың өздерінің жаңа бір қоғамдық бірлестіктердің отырысы сәйкес келіп қалады. Соның қайсы себепті себепсіз екенін анықтау керек, болмаса нақтылау керек та бұны. Осы мәселе көп толғап, кейбіреулер өте белсенді өз жұмысы бойынша шетелге шығып кетеді, айлап, апталап. Кейбір кезде біздің жиналысқа қарама-қарсы жиналыс келіп қалады. Осы мәселені анықтау туралы мен бірнеше ұсыныс беріп едім, әлі бүгінге дейін соған жауап келмей жүр. Бауыржан, рахмет сіздің пікіріңізге. Как раз сол туралы мен де айттым басында, что қазір әлі заңнамасы жетілген емес осы жағдайда. Ол жағдайды өзгерту керек, бізге бір жақсы бір ұсыныстарды беруге. Сол проект, осы азаматтық альянс проектісі, осы развитие гражданских советов, гражданский деймін ғой, общественных советов. Осы біз ұйымдастырған, соның негізінде осы оқулар бар, тренингтер бар. Соның нәтижесінде жақсы бір ұсыныстар министрлікке мен әкімшілікке беріледі. Және де мәжіліс болып келеді. Мүмкін как раз соның негізінде, егер жақсы бір сарапшылар болса, сарапшылар оны ұсынса, біз қолдасақ, бәріміз өзгерер. Өйткені мына мәселеде көп нелер бар астарында. Сіз дұрыс айттыңыз.
қандай себепті, ол себепсіз, ол басқа неге баруы мүмкін, основной жұмыс бар ғой, соның командировкасы болуы мүмкін, ол да вроде бы қоғамдық кеңеске байланысты не емес, ол себепсіз болуы мүмкін, бірақ екінші жағынан ол себепті ғой, ол енді бара алмайды, бару керек қой енді. Және де тағы бір құралдарды енгізу керек. Только вывести из-за этого сложно. Мәселен, комиссияға, жұмыстың комиссияларына араласпаса, тоже надо уводить. Ну, егер комиссияда жоқ, ол просто шынара там шарт түрде жүр комиссияда, бірақ ештеңе жасамай жатыр. Комиссияның төрағасы, не комитеттің төрағасы постоянно жалуется. Вот осы адам келмейді отырыстарына. Тоже хаттамаға кіргізу керек, соның негізінде тоже шығарту керек. Сол әрине даулы мәселе пока. Бірақ та егер оны да істесек, шарт қылып заңға, яғни тек қана қоғамдық кеңестің отырыстары емес, комиссияның отырыстары да енгізсек, 3-тен асса, уже кішкене мүмкін жағдай жеңілдейді. Өйткені мен сізді жақсы түсінемін, әрбір қоғамдық кеңесте, особенно жергілікті жұмыс істейтін кеңесте балласт бар. Балласт дейміз ғой, келмейтін, кететін деген, вообще бірде-бір рет келмеген адамдар да бар ғой отырысқа. Не то, что там қоғамдық мониторинг, тыңдаулар, даже оны есепке алмағанда. Сіздің айтқаныңыз дұрыс. Так, Жиенкүл, сіз вроде тоже бірдеңе айтамын дедіңіз, иә? Бастадыңыз что-то айтып. Әлде мен жоқ па? Сіз вроде бастыңыз неге? Сәлеметсіз. Гүлнар, саламатсыз ба, иә? Мен Шығыс Қазақстаннан қоғамдық кеңес төрайымы. Енді мен себепсіз деген туралы өсті ойлаймын. Менде де міне ауылдық округінің әкімі бар. Менің қоғамдық кеңесімде мүше. Ол кісі кейде ойбай Астанаға жәрмеңкеге кеттім, әкім тағы бір жерге жіберді деп кейде. Бірақ үнемі ондай емес, бәрібір ол жиналыстарға келіп жүреді. Енді соған мен былай кішкене кешіріммен қараймын. Себебі ол өз жұмысымен жүрген жоқ қой. Ол мемлекеттің басшысының жұмысымен жүр. Ондай недерді мен ол гибко отношусь дейді ғой. Былай бір топорный емес, бір немен бақпен. Иә, кішкене гибко, адамды қуу керек арасында. Енді менде бір үлкен зейнеткер бар. Ол кісі де міне өзінде фермасы бар. Кейде сол тау жаққа кетіп қалады. Ол телефонмен ала алмай қалам да ол кісіні. Ол бір анда-санда келмей. Бірақ енді мониторинг бірдеме жасауға тапсырма берсем, ол кісі енді сондай сапалы жасайды мониторингті. Міне мына ыстық тамақтарды тексердік мына мектептерде, осы ауданның. Сонда ол кісіге бір мектепті бердім. Қандай жақсы тексерген, түгел құжаттарын бәрін алған, тамапасын бәрін қараған, бракеражный журналға дейін бәрін копиядарын бәрін алып кепті маған. Мәна бір айлық меню, ас мәзірін бәрін. Енді ол кісіге қалай минус айтасың? Ол кісі сондай тапсырмадар жақсы орындайды. Бірақ енді сол өз жұмыстарымен кейде енді болып қалады ондай нәрсе. Ол үнемі былай енді келмей қоймайды. Анда сонда болады. Сол үшін адамдарға кішкене кешіріммен қарау керек. Ал енді арасында болады. Мен екі кісіні қоғамдық кеңестен шығардым. Қалай шығардым? Бір кісі айтады, менің балам кішкене, мен келе алмаймын дейді. Үнемі келмейді. Жаңадан туған бала ғой деймін. Содан кейін ол кісіні мен былай телефонмен сөйлесіп, Анар, кешіріңіз, сіз енді бізге түк мына әшейін спискта жүргенде пайдаңыз болмай тұр. Осы баламен сіз жұмыс атқара алмай жатырсыз. Одарына сіздің орныңызға бір дұрыс адам кірсе, жұмыс істейтін адам кірсе, кішкене біздің қоғамға жақсы болады ғой дегеннен кейін, әгі кісі өзі маған өтініш жазып шығып кетті. Дәл солай, содан кейін аппарат басшысы ол кісі айтты, мен сайлаудармен айлансам, міне президенттік сайлау, парламенттік сайлау болып кетті бәрі, аралас құралас болып кетті, бәр жұмыс маған білініп қалды. Сіз Гүлнар Қасымғазына мені кешіріңіз, мен шығайыншы деді. Содан кейін мен ол кісіге де кішкене келісім бердім, шығыңыз деп. Енді орнына басқа кіріп айттым, маған да бір мемлекеттік қызметкер керек дедім ол кісінің орнына. Енді 3 мемлекеттік қызметкер болуға болады ғой ішінде, иә. Иә, солай сол 3 мемлекеттік қызметкерді алдық. Мен өзім енді
иә, ренжімеймін, оның орнына жақсы бір қыз келді, Әсем деген. Сондай пысық, мына алыс бізде Күршімнен. Бірақ біз өзіміз мына арада Күршімде нені тексереміз, оған сол жақта тексертеміз. Маркокөл өңір. Ол өзі тексеріп, сол жақтан маған кейде сол недерін тексерген результаттарын жіберіп отырады. Солай кепке болу керек деп ойлаймын. Вот. Себепті себепсіз деген сол. Рахмет. Жақсы, сізге рахмет. Гүлнар, сіздің айтқаныңыз меніңше дұрыс болу керек, өйткені мынау мемлекеттік қызметшілер, оларға сәл кішкене солай қарау керек. Өйткені олар басқа жұмыстармен жүр. Енді ол сондай қағидат бар ғой, кемінде екеу не үшеу болу керек. Бірақ оларға мен айтарым, және Бауыржан аға көбінде оларды емес, анау қоғамдық, азаматтық қоғамнан енген бездельники дейді ғой, сондай да бар бізде. Ол көбінде оларға қарасты айту керек. Яғни бір белсенділер бар, қоғамдық нелер, мемлекеттік қызметшілер емес, мемлекеттік қызметшілерге кішкене сондай қарау керек, әрине. Ол түсінікті нәрсе, ешқандай не жоқ, олардың да істері бар. Егер өздігінен шығайын десе, әрине құқық беріңіз оған, несін басқасын аласыз ғой. Бірақ именно вот анау фермер жағы, сіз айтқан үлкен кісі бар ғой, Зейнекен. Ол мүмкін кейбір отырыстарына келмейді, бірақ сізге бракерашкаға көмектесті, ыстық тамақта көмектесті. Ол ненің белгісі? Ол яғни сол кісі қоғамдық кеңестерге араласады, кеңестің жұмысына. Даже отырысына келмей, зато ана жерге араласады. Значит, сіз де кішкене оны ескеруіңіз керексіз. Ал кейбірлер бар, оған да араласпайды, отырысқа да келмейді, самореклама жасайды при этом, просто использует название член общественного совета деп, бірақ өз-өзіме, особенно облыстық деңгейде, қалалық деңгейде, аудандық ондай жоқ шығар, бірақ облыстық қалалық деңгейінде асырып өзінің несін мүдделерін ғана қолдайтын кісілер бар. Оларға енді шек қою керек, оларды әрине алыстату керек. Жақсы, рахмет. Басқалардың пікірлері жоқ болса, біз жалғастырайық онда. Енді қазір жалғас ретінде мен сізге міндеттерді көрсетем. Анау заңнан алынған, және мен берген, енді өзімнің тәжірибемден бизнес тренер ретінде, және қоғам сияқты қоғам кеңесінің мүшесі ретіндегі, қазір мен сізге жеткізуге тырысамын. Қазір кешіріңіздер. Енді. Ең бірінші заң жүзінде, сіз уже кейбірін соны айтыңыз, отырыстарына және комиссиялар, комитеттер отырыстарына қатысу керек. Ол міндет. Содан кейін әртүрлі мәселелерін мен халықты толғандыратын жағдайларын талқылау мақсатында мемлекеттік органдардың өкілдерін отырысына және комиссия отырысына шақыру, тарту. Ол міндет. Өйткені оларсыз болмайды. Біз әлеуметтік маңызы бар мәселелерді тек қана мемлекеттік органдармен бірге шешуіміз керекпіз. Ол біздің басты міндетіміз. Яғни оған қоса азаматтық қоғам өкілдерімен қоса. Содан кейін қажеттілігіне қарай тұрақты немесе уақытша жұмыс органдарын құру. Ол енді понятно. Бірақ бізде сараптама топтары бар. Мен білмеймін, кейбір қоғамдық кеңестерде сарапшылар жоқ. Бірақ или енді ғана басайын деп жатыр солармен жұмыс. Бірақ мен айттым, бізге сарапшыларға байланысты бөлек семинар болады. Ол кезде мен оны айтам, нақтылап. Бірақ қазір өзінде айтарым, сарапшыларды тарту керек. Ол сіздің әлеуетіңіз, потенциал дейміз ғой, әлеует. Ол сіздің потенциалыңыз, ол сізді просто негіздеме бере алатын кісілер ғой енді солар. Енді ол туралы сөйлесеміз, бірақ сондай топтар болу керек. Содан кейін мониторингтік топтар болу керек. Өйткені сіз қоғамдық мониторинг жасағанда, сіз уақытша түрде өзінің комиссияңыздың жанында, мәселен, ыстық тамақты мониторингке жасау мектептерде. Мониторинг топ құру керек, әрине. Ол как раз сол мониторингке байланысты мен сізге нақты алгоритмді беремін.
келесі, по-моему, аптада, не одан кейінгі аптада бізде осы мониторингке қатысты семинар болады. Мен сізбен бөлсем, қандай алгоритм болу керек ол жерде. Және Алматы қоғамдық кеңестің мен қатысқан кейбір нелердің мониторингтің нелерін берем, мысалын берем сіздерге, образец ретінде. Так что мынау да өте маңызды міндет. Ерекше тәртіп қолдана отырып жүзеге асырылмайтын мемлекеттік сатып алуды қоспағанда, ол енді тюрьма бар, СИЗО бар, оларды есепке алмағанда, я тиісті мемлекеттік органның мемлекеттік сатып алу жөніндегі консул комиссияға қатысу керексіз. Көбісі біле бермейді ондай жағдайды. Что именно по госзакупкам конкурстық комиссия қоғамдық кеңестің мүшелері қатысу керек. Ол міндет. Тура солай квазисектор субъектілерінде оларда аукциондық комиссиялар дейді ондайды. Тоже қатысу керек. Қатысу мүмкіндігіңіз бар. Оны қарастырыңыз өзіңіздің өңірлеріңізде. Содан кейін қоғамдық кеңес қызмет туралы, комитет, комиссия қызмет туралы жұртшылықты хабардар ету. Ол да міндет. Ол туралы жауапкершілікте оны тоже жеткіздім сізге, айттым олды. Содан кейін, оны да мен қазір айттым. Өзінің қызметі атқарылатын шаралар жайлы мәліметтерді жария ету, ол анау жылдық есебі болуы мүмкін. Немесе әр күнде, әр аптада ол жиілігіне қарай қой, өзіңіздің әлеуметтік парақшаңызда атқарылатын қоғамдық шаралар туралы хабар беріңіздер. Вот мониторингке бардыңыз, ол туралы жазыңыздар. Егер де кей жағдайлар құпиялы болса, болады ғой енді, барлығын айтуға болмайды. Жалпылама беріңіз, ұсыныстарды беріңіз, бірақ обязательно міндетті түрде, жария түрде оны жариялау керек. Егер газет журналдарда болса, каналдарда тіптен жақсы сұхбат беріңіздер. Интернет ресурстар бар, веб-сайттар бар, анау қоғамдық кеңестің веб-сайтында онда болу керек. Өзіңіздің желілеріңізде онда ескеріңіз, бәрін, бүкіл коммуникацияның каналдарын, арналарын пайдаланыңыздар. Келесі, қоғамдық мониторинг барысы мен қорытындысы, қоғамдық тыңдаулар, сараптама, есептерін туралы ақпараты халыққа үнемі жеткізіп білу керек. Ол да міндет. Мынау 4 форма бар ғой, 4 нысан. Соның істелген жұмыс, соның шеңберінде жасалынған жұмыс туралы хабардар беру керек, хабарды беру керек халыққа. Содан кейін мүше ретіндегі өзінің жылдық есебін ол туралы айтылды. Содан кейін мемлекеттік пен квазимемлекеттік органдардан алынған дербес деректерді таратпау керек. Ол енді меніңше сіз үшін түсінікті болу керек. Кейбір нәрселер көпшілікке таратудың керек емес. Өйткені құпиялы нәрселер де бар. Коммерческая тайна бар, мемлекеттік құпиясы болса, это вообще уголовный кодекс, егер таратсаңыз, ол да уголовный кодекске жататын нәрсе, қылмыстық кодекске. Так что оны ескеріңіздер. Бірақ та мынау екеуі соңғысы. Енді мынау да 12, бірақ негізінен 20-30 болуы мүмкін міндет, бірақ мынау негізгісі ғой енді. Мынау екі соңғысы, соңғы болғанмен ол өте маңызды. Ол сіздің былайша, қалай деуге болады енді, кнут дейміз ғой, кнут. Құралдарыңыз, әсер ету, ықпал ету құралдарыңыз, именно мемлекеттік органдарына сіз осы арқылы жақсылап тұрып ықпал ете аласыз. Біріншісі ол нәтижелерін, жұмыстың нәтижелерін тыңдау. Білесіз қой, 4 нысанның ішінде біреу бар. Жарты жылдық және жылдық шеңберінде мемлекеттік органдар немесе квазимемлекеттік сектордың кәсіпорындарының сіз құқылысыз есептерін тыңдау. Оны содан қорқады олар. Ой, бізде Алматыда вообще управление, акимат соған қорқады, соған дайды, жақсылап дайындайды. Өйткені бізде былтыр сондай жағдай болды, мы управление здравоохранения дейін бар, соны қабылдамадық. Есебін қабылдамақ, зам акимге жаздық, там прям хайвай болды. Олар бәрін соң істеп, бір айдың ішіне келді соң кейін. Екінші рет те қабылдамадық, үшінші рет қана қабылдады. Ол көп мәселе болды ана жерде, біздің тарапынан. Кішкене даже неге бардық, текетіреске. Бірақ ол керек нәрсе, өйткені көп тұрмыз ғой, поликлиника, амбулаториялардың жағдайларын сондан тіреле отыра бәрін оларға жеткіздік. Жалпақ тілмен дегенде, ресми тілмен де жеткіздік. Олар енді түсінді меніңше. Бірақ
Бізде анау Алматыдағы управление здравоохранениенің бір сондай ерекшелігі, әр жылда постоянно бастық меняется. Ну, что такое? 7 жылда 8 бастық болды ма? Сондай. Ужас қой, даже жылына кем 10 айдың ішінде біреу ауысады. Так что сондай да проблемалар бар. Сондай да бар. Оны ескеру керек, және бұл да сіздің ықпал ету құралы. Және де соңғысы ол бюджет. Бюджетті талқылау, корректировка, оған келісу. Ол да сіздің жақсы бұл ықпал ету құралыңыз. Любой управление, любой отделдерге ықпал етесіз. Аудандық деңгейде болсын, қалалық деңгейде болсын, өңірлік деңгейде болсын. Вот осы екі міндет, ең басты деген екі міндетіңіз туралы ұмытпаңыз. Жарайды ма? Соларды іске қосып, айналымға кіргізіңіз. Өйткені бұл өте маңызды. Сіздің жұмысыңыздың ол бір бағалау деген мәселе, және ол сіздің жұмысыңыздың жетілдіру мәселелері де бұдан шығады. Сұрағыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз бар ма осыған байланысты? Жоқ болса, талаптарына көшейік. Жарайды, жақсы, Ерғали аға. Бір мәселе жөнінде әлгі қоғамдық кеңестер туралы заңда көрсетілген ғой. Мысалы, аудандық кеңес енді қалыптасты, баяғы жергілікті өзін-өзі басқарудың бір тармағы мәслихат қалыптастырды, оның әлгі уақытша жұмыс тобы арқылы. Енді мына ауылдардағы қоғамдастықтар туралы. Тура осы заңды басшылыққа алады деген сөз бар ішінде. Ережеде де солай көрсетілген, заңда да солай көрсетілген. Бірақ осыған ие отыр. Кім үйлестіреді осының жұмысын? Мысалы, енді олардың былай қарасаң проблемалары көп. Себебі онда енді жаңа адамда құрамында бар. Олар әлгі кадрларды іріктеуге кетеді, өздерінің жергілікті бюджеттерін қарайды, тағы өздерінің аймағындағы күрделі мәселелердің өзінің төңірегінде мәселелерді қарап шешіп пікір білдіріп отырады. Кейде әкімнің әлгі өкімдерін бекітпейді қою мүмкін, кейбір мәселелерді келіспеуі де мүмкін, деуі мүмкін, ол былай деуі мүмкін. Өйткені ол жерде мәслихат жоқ қой. Сондықтан ол кейде мәслихаттың рөлін атқарады ол жерде. Менің айтайын дегенім сонда осы мына жергілікті әлгі жергілікті қоғамдастықтардың жұмысын кім үйлестіреді? 3 жылда бір сайланып қойылатынды, әлгі іріктеліп конкурс арқылы қойылатындығын, осы мәселенің басы ашылса. Өйткені ауыл әлі бұл мәселе ашылмайды. Өйткені барлық ең халыққа жақын буын осы қоғамдық жаңағы жиындар. Өйткені оларда халық сотының да әңгімесі шығады. Енді аудандық нәрсе, мысалы оның бір нәрсе болуы мүмкін. Сол жерде өзіне тән ғана дүние болуы мүмкін. Оны тек қана өздерінің жиналыстарында ғана талқылайды. Ол ауданға тән емес дүние болуы мүмкін. Егер де бір қоғамдық жиналыстарда көтеріліп жататын болса, ауданға тән мәселе болатын болса, онда аудандық қоғамдық кеңес араласуға толық мүмкіндігі бар. Ал дүние болатын болса, енді біреудің жұмысын қазіргі сияқты қайталау ғой. Акиматта бір тыңдайды, бір бөлім бастығын, оны мәслихатта бір тыңдайды, қоғамдық кеңесте бір тыңдайды. Ана тоже бір мәселе түптеп келгенде. Сондықтан да осының функциясын. Меніңше мен ойлаймын, бұл жерде әлгі қоғамдық кеңестің үлкен заңмен мәртебе берілген. Себебі акиматта алқада мысалы қаралады дүниелер. Олар енді зерттелмейді. Күнделікті ағымдағы мәселелерді байқау үшін әкім апта сайын аппаратына өткізеді, қарайды. Ал енді мәслихатты мысалы аудандық мәслихатты 3 айда бір рет өтеді. Бір өткен кезде ол зерттеліп, зерделеніп, сараптамадан өтіп барып, белгілі бір тоқтамға келу керек сияқты. Сол сияқты мына қоғамдық кеңесте осылардың бәрін сол зерттеп, зерделеп, сараптама, мониторинг жүргізу деген осыдан шығып отыр ғой деп мен есептеймін. Комиссияны іске қосып тұрып, бір қорытынды етіп, картина көз алдында болып, халыққа жеткізіліп жатса, халық та разы, ел де разы. Енді айтылған мәселенің бәрі бірден шешіліп та мүмкін. Дегенмен қозғалыс болады. Атқарушы билікке жергілікті жерде көп көмегі тиер еді. Одан атқарушы билік қорықпау да керек, қашпау да керек, және халыққа жақындаудың әлгі еститін үкімет дегенде осыдан шыға ма деген менің ойым бар. Сіз осыған қалай қарайсыз? Сіздің сұрағыңыз өте орынды. Бірақ мен айтарым осындай. Әрине ережеге қарау керек, бірақ ережеде ол туралы меніңше онша үлгілік ережеде көрсетілмеген. Бірақ заңда қалай жазылған? Заңда мен әдейі аштым. 6-шы бабы бар. Қоғамдық кеңестер туралы заңында. Онда
көріп отырғандай екі заң туралы жазылған. Сіз ол туралы тоже хабар еттіңіз. Өзін өзі басқару және осы заң өзі, иә. Сонда өзін өзі басқару, олар именно вот өзінің құрылымын қалай жұмыс істейді, оған тіреледі ол. Бірақ та мәселен жұмыс тобы ғой, қалай олды қалыптастыру керек екен. Мында осы заңға тірелеміз. Яғни, егер де олардың бірлігінде маслихат болмаса, онда аудандық маслихат оның істеріне араласу керек, жұмыс тобына. Аудандық маслихат, яғни жергілікті қоғам қайраткерлерінен, азаматтық қоғам өкілдерінен, соларды тарта отыра, мемлекеттік органдарды, квазимемлекеттік органдарды тарта отыра, осындай жұмыс тобын құрастырады, қалыптастырады, және сол жұмыс топ сайлау өткізеді. Бірақ мына жерде өзін өзі басқару заңына қарау керек. Мен оны нақты білмеймін, оны қарастыру керек. Егер сол заңына қайшы болмаса, қоғамдық кеңестер туралы заң, осы именно аудандық маслихатына араласу, өйткені өзін өзі басқару өзінің бір ерекшелігі бар. Ана жерде аудандық маслихат көп жағдайда араласа алмайды. Сонда мына жерде қарастыру керек. Егер де ана жерде қайшылықтар болса, қарама қайшылықтар, заңға толықтырулар енгізу керек. Как вот Шымкент Бауыржан аға айтты ғой, Шымкенттен анау несі туралы, тура мен сізге айтарым, тогда осы заңға, біздің қоғамдық кеңестер туралы заңына несін енгізу керек, поправкаларын. Егер қарама қайшылықтар болса, өзін өзі басқарумен. Егер өзін өзі басқарумен заңмен қарама қайшылықтар болмаса, тогда вот мен айтқан аудандық маслихат тобында құрастыру. Только солай қалыптастыру керек, иә. Өйткені акимат оған араласпау керек, вообще ешқандай араласпау. Иә. Рахмет. Так, міндеттері. Мынау енді талаптар. Мынау слайдта заңнан алынған талаптар. Ол енді сізге белгілі. 10 жасқа толған азаматтар, сол аумақтық бірлігінің тұрақты тұрғыны, бірақ тұрғылықты емес, тұрақты. Яғни ол былтыр келіп, қонып, тұрғын болып, осы ауданда, уже биыл, мысал ретінде, сол қоғамдық кеңестің мүшесі бола алады. Анау маслихат депутаттарына 5 жыл, анау неге 10 жыл, 15 жыл, ондай жоқ мұнда. Именно сол жерде тұру керек екендігін ондай жоқ. Яғни оған қарамаңыздар, және жұмыс тобы оған қарамау керек. Негізінен жұмыс тобы қарайтын мәселе оның белсенді ұстанымы. Мынау белсенді ұстанымы бар ма бұл кісілерде? Жоқ па? Бұл өте маңызды. Егер белсенді ұстанымы жоқ болса, вообще қайдағы біреу болса, неліктен оны жұмыс тобы қосады қоғамдық кеңеске? Оны қоспау керек. Я, анау психикалық жағынан бәрі 18 жасқа толған, бірақ бұл құр техникалық, ұйымдастырушылық талаптар ғой. Яғни бұл талаптарына сүйене отыра, қоғамдық кешіңіздер, жұмыс тобы басқа да мәселелерін ескеру керек. Ол қандай мәселелер болуы мүмкін? Осындай мәселелер болуы мүмкін. Спецификалық талаптар дейміз ғой, енді ерекшелігі бар. Мәселен, мен айтқан белсенді азамат ұстанымда бол. Егер де осы азамат белсенді азамат ұстанымда болса, мынау 18 жасқа толса, психикалық жағынан бәрі дұрыс, сыбайлас жемқорлықтан байланыс болмаса, тұрақты тұрғыны болса, алайық, әрине, онда ол критерийден өтеді. Бірақ тағы қандай критерийлер, тағы қандай талаптар болуы мүмкін? Мәселен, өзінің әкімшілік аумақтық бірлікте, облыс болсын, қала аудан болсын, бір қатар бастама olsun. Адамдардың пайдасына қара, елді мекен дамуын байланысты, көп мәселелер бар ғой. Егер сондай адамдар болса, неге оларды алмасқа? Немесе, азаматтық қоғам белсендісі. Ол үкіметтік емес ұйымның өкілі, ол Қазақстан Халық Ассамблеясының өкілі болуы мүмкін. Оларды ұмытпаңыздар. Особенно анау мульти-ұлттық өңірлер бар ғой бізде, басқа ұлттар көп тұратын шоғырланған жерлерде, анау КХО өкілі болу керек негізі. Ол да өзінің ұстанымы ғой, өзінің анау этникалық топтың өкілі ғой ол. Әрине біз солай бөлмей
өзінің көрсетеді, белгілі бір тауарларды жарнамалайды. Все, қайдағы блогер ол просто жай ғана рекламщик. Ол қоғамдық пікір көшбасшысы емес. То, что его там знают, потому что он продает часы там, или там, я не знаю, что-то там продает, это не значит, что ол қоғамдық кеңеске кіру шарт. Әрине жоқ. Егер жақсы бір пікір көшбасшысы болса, егер жақсы бір посттарды жазса, енді нормальный бір нелер, адаптивный дейміз ғой. А то кейбір блогерлер бар, анау бізде тоже Алматыда қаңтар оқиғасында кезінде кейбір провокаторлар болды, блогерлер. Ой, шығындар, қазір все қамауда, под судом, под следствием находятся. Эти блогеры не то, что это против государства шли, ондай болмайды, әрине. Именно сондай жақсы бір жасампаздықпен, жағымды нелермен олар болу керек, осы блогер. Ондай болса, әрине кіргізуге болады, бірақ сақ болыңыздар, өйткені көп жағдайда олар саморекламамен жүреді. Ондай уже нелері бар, варианттары бар. Ол бар уже, кейбір, мен айтпай қояйын, кейбір өңірлік қоғамдық кеңестерде осындай блогерлер жүр, ештеңе істей алмайды, жасай алмайды, бірақ өзінің саморекламамен жүр сол жерде. Зачем такой нам член общественного совета дегенде, иә? Потом қандай не бар? Өзінің сферасында белгілі бір жетістіктерге қол жеткізген маман. Сондай мамандар керек сіздерге, потому что сізде не должно быть, например, қоғамдық кеңесіңізде 20 адам құрамында бар, барлық кәсіпкерлер. Что это такое? Барлық кәсіпкерлер, немесе зейнеткерлер, бұрынғы мемлекеттік қызметшілер болсын. Мен қарсы емеспін бұрынғы мемлекеттік қызметшілерге, бірақ арасынан педагог, дәрігер, ғалым, құрылысшы, журналист, тағы басқа. Сондай мамандар болу керек қой енді. Фермерлер болу керек, егер анау ауылдық мекендерінде болса, мекендерде. Онды ескеру керек. Анау үкіметтік емес ұйымдардың үштен бір бөлігі болу керек. Онда ескеру керек. Қоғамдық белсенділер. Сондықтан мұның барлығын ескеріңіздер. Бұл тек қана мүмкін сіз оны білесіз шығарсыңдар, бірақ осындай талаптар ол мүмкін заңдауынша көрсетілмеген, анау үлгілік ереже көрсетілген, бірақ бұндай талаптар ол сізге де керек. Өйткені сізге не керек? Кім керек? Жақсы сапалы қоғамдық кеңестің мүшелері керек. Жақсы сапалы жұмыс істейтін қоғамдық кеңес керек. Бүкіл мүдделерін ескеретін қоғамдық кеңес керек. Өйткені маслихатқа көбісі кіре алмайды. Понятно, почему там выбор, бірақ қоғамдық кеңеске кірсін онда, сондай белсенділер. Ол жағынан бір жағынан тұрған, шектен тыс шықпайды ештеңе өңіріңізде. Әгер олар осындай адамдар қоғамдық кеңеске кірмесе, жүре береді ана жерге қаңғырып. Митинги, ананы бүлдіріп, наны бүлдіріп. Зачем это? Шектен тыс шығады ғой ахуал тогда өңіріңізде. А так олар өзіңізде қоғамдық кеңесте болады, оны тәрбиелеуге болады кішкене. Бір топқанға кіргізуге болады сол кісілерді. Конечно, там тәрбиелеу мәселесі уже практически невозможно, но, по крайней мере, ол қадағалайсыз сол кісіні, көресіз, не істеп, не бітіріп жатқанын аңғарасыз. А то ол қаңғырып жүреді, непонятно что жасап. А так, хотя бы белгілі бір жағымды істерге инициативаға бейім болады сізбен бірге. Как говорят же, орыстар сөйтіп айтады, держи врага поблизости, ближе к сердцу дегендей. Вот, примерно сондай. Оларды да кіргізу керек. Өйткені олар бір жағынан мүмкін сондай көп дұрыс емес нәрселерді айтады, бірақ кейбір жағдайда олардар жақсы бір нәрселерді, бастамаларды, именно халықтың мұқтажын келтіреді осындай қоғамдық белсенділер. Оны ескеру керек. Так что, егер де срез дейміз ғой, бүкіл халықтың срезі болу керек қой сол қоғамдық кеңесте. Сондай адамдарды да тартуға болады. Мүмкін. Шарт емес, бірақ мүмкін. Так, енді соңғы слайд бізде. Соңғы слайд, уже как раз біз бітіруге әзірміз. Қоғамдық кеңестің азаматтық қоғамдағы орны. Енді мен жалпылама ол туралы айттым. Қайталайын қазір. Осы қарапайым адамдардың, тұрғындардың мұқтажын немесе толғандыратын мәселелерді шеше салса, бұл ең бастысы. Ең бастысы осы. Я, бізде бақылау нысандары бар, бірақ мынау біздің жалпы миссиямыз осы ғой. Содан кейін азаматтық қоғам мүдделерін білдіру. Оны мен айттым.
үкіметтік емес ұйымдарды тарту керек, қоғам белсенділерін тарту керек, өз ішіне даже мүше ретінде емес, сарапшы ретінде тартыңыз. Содан кейін қоғамды жетілдіретін жаңа бастамаларға ашық болу, қабылдау, транспаренттілігі дейміз ғой енді. Мүмкін ол сіздің бастамаңыз емес, қоғамдық кеңестің, мүмкін ол басқа бір депутаттың бастамасы, қоғам белсендісінің бастамасы, партияның бастамасы болуы мүмкін. Бірақ егер де ұтымды жақсы бір жағымды бастама болса, неге соған қосылмасқа? Егер соны қабылдап бірге істемеске? Ондай мәселені ескеріңіздер. Содан кейін қоғамды бақылауды ұйымдастыру, қоғамдық бақылауда бар нысандарын арқылы жүргізу. Оны мен уже 5-ші сізге, бірақ ол да маңызды нәрсе, өйткені сіздің құралдарыңыз, практикалық, тәжірибелік құралдарыңыз тек қана осыған тіреледі. Яғни қоғамдық бақылаудың 4 нысанына. Бірінші нысаны қоғамдық мониторинг, екіншісі қоғамдық тыңдау жария түрде, үшіншісі мемлекеттік органдардың нәтижелері және квазимемлекеттік органдардың нәтижелері бойынша есептерді тыңдау. Жылына кемінде 1 рет, а лучше 2 рет ұйымдастыру керек ондайды. Және төртіншісі сирек кездеседі, бірақ ондай бар, қоғамдық сараптама. Сирек кездеседі, оған өйткені сарапшылар керек, тарту керек ондайды, ол енді. Бірақ ол да бар. Содан кейін мынау қалған екеуі мына жерде, мемлекеттік, соңғы екеуі. Мемлекеттік органдардың ашықтығын талап ету, яғни слышащее государство дейді оны, қазақшасы халықтың үніне құлақ асатын мемлекет, оны алға тарту керек. Бұл негізінен, мүмкін сіз естіген шығарсыз, Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму мақсаттары бар. Ол бүкіл әлемге тән нәрсе, ортақ нәрсе. Тұрақты, СУР дейді ғой, цель устойчивого развития орысшасы. Тұрақты даму мақсаттары. 17 тұрақты даму мақсаты бар. Соның 16-шысы осыған тән келеді, сай келеді. Халық үніне құлақ асатын мемлекет. Ал 17-шісі осы соңғысына сай келеді. Ол халық пен мемлекеттік органдар арасында өзара әрекеттесуге жәрдемдесу, қоғамдағы көпір функциясын атқару. Көпір туралы мен айттым сіздерге. Осы 17-ші ол как раз СУР-ға сәйкес келеді. Қазақстан Республикасы сол тұрақты даму мақсаттарын орындау туралы актісіне қол қойды. Біздің президент даже 30 сентябрь айында Нью-Йоркте болғанда Генассамблеясында саммит жүргізді. Сол модератор болып, именно тұрақты даму мақсаттарына жету туралы. Біздің Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, біздің президентіміз. Және оның ұсынысы болды. Тұрақты даму мақсаттарын жету үшін хабты, Алматыда хабты құру, яғни орталық Азия мен Ауғанстанға. Яғни біздің мемлекет соған ілеседі, яғни біздің мемлекет сода тоже жұмыс істейді. Яғни біздің азаматтық қоғам оған тоже араласу керек. Өйткені мен басында көрсеттім ғой, заңнамалық негіздерде азаматтық қоғамды дамыту тұжырымдамасы президент қол қойған 2020 жылы. Мен еще түсіндірім, неліктен мен оны заңнамалық негіздеп алдым қоғамдық кеңестерге байланысты. Онда 5-ші міндет бар. Сол міндетте айқын көрсетілген. Азаматтық қоғам институттары осы тұрақты даму мақсаттарын жетуде қадағалау керек. Яғни тұрақты даму мақсаттарын жету мәселелерін мемлекет органдардың құзырында. Борьба с бедностью, доступ к чистой воде, там көп мәселелер ғой. Ол акиматтар жасайды, министрліктер жасайды. Но біз азаматтық қоғам ретінде, қоғамдық кеңес, басқа да азаматтық қоғамның институттары, оны мониторинг жасауымыз керек. Яғни қоғамдық түрде бақылауымыз керек. Оны олар істей ма, ол бойынша қандай шаралар жүргізеді, оны ескеру керек. Как раз мынау соңғы екі міндетіне осы біздің жалпы міндетте ғой, ол уже қоғамдық кеңестің өзінің міндетіне ол кіреді. Осы екі міндет өте маңызды. Халық үніне құлақ асатын мемлекетті алға тарту концепциясы және көпір ретіндегі функциямыз. Осы ең маңызды бір міндеттер деп айтуға болады. Осымен біз аяқтадық. Рахмет, назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, құлағыңыз сізде.